Бүгін кешкі асқа осындай сүрленген қазыдан, жылқы етінен осылай бешбармақ асып жедік. Менде аста қазақы нақышта ойылған роза посуда Атырау дүкенінен алдым. Сорпадан осылай нандарымның бәрін түгел түсіріп алдым. Одан кейін барып қазымды турадым. Қазы менде алдыңғы сойылған жылқының қазысы болатын. Өте сүрленіп, дәмі де, иісі де керемет болып тұр. Сарымсақтың, қарабұрыштың иісі мұрынды жарып тұр. Одан кейін осы жерде нанымды бәрін түгелдей түсіріп алғаннан кейін тақтайыма қазымды бастап турадым. Қазымның бәрін түгел турап болып, балалар бақшадан келді, мектептен келді, бәрінің қарындары ашып, осы жерде маған қашан жейміз анашым, қашан жейміз, қарнымыз ашты деп турап біткенше шыдай алмай бәрі күтіп отыр. Қазымды бәрін түгел турап болып, нанның бетіне салдым. Картошкаларын қойдым осылай. Одан кейін барып ішінде қалған еттерді де турап салдым бетіне. Қазымен қосып, осылай етін де бірге, жылқы етін бірге салып, одан кейін барып қалған картошкаларды да осылай бетіне салып жібердім. Балам дейтін, осы қарны ашқаннан мама тұздықты араластыра берейінші деп қасықпен араластырып отыр. Одан кейін балаларға айттым, ал тамақ дайын, отырайық бәріміз деп. Одан кейін барымда балам айтты, мама картошканы турамайсың ба? Картошкаларды да осылай пышақпен бөліп осылай бәріміз асқа отырдық. Бізге ас болсын. Сіздерге көп рахмет, лайк басыңдар.